Сәлем достар, бүгін біз өте керемет дәмді болып шығатын кешкі асты пісіріп көрсетеміз. Бұл өте керемет болып шығады дәміне, сөзсіз бір жасағаннан-ақ шығатын тағам түрі. Кешкі асқа немесе қонақтарыңызға ұсынып пісіріп берсеңіз, сіздерге алғысын айтатыны ешбір күмәнім жоқ. Бұл тағамды дайындалу үшін алдымен сиырдың етін жақсылап орташа қылып турайсыздар, яғни видеодағыдай турасаңыздар болады. Етті турап болғаннан кейін қазанымызға май құйып қыздырып аласыздар. Қызған майға жаңағы туралған етті салып қуыратын боламыз. Еттің қуырылып жатқанын пайдаланып, алдымен көкөністерімізді дайындап аламыз. Жуаны және болгар бұрышын, сәбізді видеодағыдай қылып турайсыздар. Қатты ұсақтап турамаймыз, себебі ол езіліп кетіп көрінбей қалады, сондықтан орташа қылып турап алсаңыздар болады. Етті араластырып тұруды ұмытпаймыз, және етіміз қоңырқай түске енгеннен кейін көкөністерімізді салатын боламыз. Алдымен жуаны салдым, жуанымыз кішкене піскеннен кейін болгар бұрышын және сәбізін екеуін қатар салсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз және дәміне қарай тұзын бұрышын салдым. Және кішкене 5-10 минут қуырып, қаппағын жауып, отта ұстайсыздар. Сәл қуырылғаннан кейін қайнаған су құйып, газдың астын басып, піскенше отта ұстайтын боламыз. Келесі картошка фри жасаймыз, яғни картошкамызды жуып тазалап аламыз және видеодағыдай жұқалап турайсыздар. Және турап болғаннан кейін дайын ыдысқа саласыздар және тұзға салып кішкене тұзда ұстайсыздар. Осылай сілкіп алсаңыздар болады. Және осы фримізді қуыру үшін табаға, яғни май құйып, осылай екі жағы қызарып піскенше қуырып аласыздар. Міне осылай видеодағыдай қылып қызару керек, содан кейін оттан түсіріп алсаңыздар болады. Келесі күрішімізді дайындаймыз. Күрішті суға салып, тазалап, жуып аласыздар. Және кастрөлімізге май құямыз, жаңағы жуылған күрішімізді үстінен саламыз. Күріштің үстінен қайнаған су құясыздар. Суымыз 1-2 см жоғары болу керек, яғни күріш бататындай болу керек. Дәміне қарай тұзын салып, қатты отқа қойып, суымыз тартылғанша қоясыздар. Суымыз тартылғаннан кейін осылай күріштің бетін тесіп, ауасын шығарасыздар және қаппағын жауып, ең аз отқа қойып, күрішіміз піскенше қоясыздар. Тағамымызды әсемдеу үшін осындай көк жуанны турап қойсаңыздар болады. Етіміз осындай болып піскен екен және күрішіміз де піскен. Күрішімізді бөлек ыдысқа салып, үстіне консерведегі жүгеріні қостым, яғни жүгері екеуін қосып бірге гарнир жасаймын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Күрішті әдемі болып ұсыну үшін осындай ыдысқа салдым, яғни формасын шығару үшін, және салғаннан кейін басып жібересіздер, яғни күрішіміз құлап кетпеу үшін басыңқырап жібересіздер. Қонақтарға ұсыну үшін осындай ыдысымызға жаңағы гарнирімізді төңкереміз. Қасына фримізді қоямыз және дайын болған етімізді де саламыз. Бетін көк жуамен әсемдейміз. Міне өте керемет дәмді болып шығады. Адамның тәбетін ашатын, осыны тойымды тағам болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер.